Құрметті көрермендер, менің аты-жөнім Шәрбек Құлдулат, және де бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз дүниежүзілік мұхит суларының қозғалыстары. Мұхит қозғалыстары. Дүниежүзілік мұхиттың беті үздіксіз қозғалыста тербелмелі және ілгермелі қозғалыс жасайды. Мұхит ағыстары екіге бөлінеді: жылы және су ағыстар. Жылы ағыстар ол судың температурасы қоршап тұрған температурадан жоғары болса, ал керісінше жағдайда ол суық ағысқа айналады. Мұхит ағыстарының пайда болуы жалпы атмосфера циркуляциясының барлық жүйесінің мезгілдік орын ауыстыруынан бірге мұхит және теңіз жүйесі де жоғары ендікке қарай өзінің орындарын ауыстырып отырады. Осы арқылы бізде ағыстар пайда болады. Шығу тегіне қарай ағыстар ықпа желдің су бетінен сүйкей соғу әсерінен, ал ағындық мұхиттар бір жағынан екінші жағына қарай лықса толуына байланысты ауысып отырады. Келесі мұхит суларының қозғалыстары қандай құбылыстар жатады? Біздің мұхиттың қозғалыстарына толқындар, цунами, толысу және қайтуды жатқыза аламыз. Әрқайсына тоқталып кетсек, қозғалу құбылыстары. Цунами көлемі өте үлкен толқындар. Толысу мен қайту жел жоқ, судың беті тып-тыныш болса да теңіз деңгейі өзгеріп отыруы. Ал толқындар, әдетте толқындар желдің әсерінен пайда болады, немесе жер сілкінісінің әсерінен пайда болады. Құбылыстардың қасиеттеріне келсек, толқындар жел соға бастағанда теңіз үстінде толқындар пайда болады. Ал цунами су астындағы түртпе дүмпул әсерінен пайда болған қасиет. Цунами япон тілінен цу қойнау, нами толқын деген атаудан пайда болған. Толысу мен қайту судың бетінің тып-тыныш болса да теңіз деңгейінің өзгеріп отыруы. Бұл көбінесе айдың тартылыс күші әсерінен, ол күніне 2 рет болады, тартылу және де қайттан келу. Қорытындылай келе, біздің тақырыбымыз дүниежүзілік мұхит суларының қозғалыстары. Бұл табиғатта күрделі және маңызды процесс. Мұхитты судың негізгі қозғалыс түрлері: толқындар, ағыс, тасу және қайту. Толқындар желдің әсерінен пайда болса, цунами жер сілкінісі не жанартау атқылау туындайды. Ағыстар мұхит суын кең көлемде қозғалысқа келтіріп, климатқа әсер етеді. Тасу мен қайту ай мен күннің тартылыс күштерінен болады. Бұл құбылыстар табиғатты тепе-теңдікті сақтап, жердің экожүйелігін реттейді. Бүгінгі сабақ ұнады деп ойлаймын. Барлығыңызға рахмет. Егер ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.